Сәлем достар! Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, оңай жасалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға айран құямыз. Айранның температурасы маңызды емес. Үстінен қант және тұз саламыз. Кейін үстінен бір жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Кейін бөлек ыдысымызға ұнды сүзгіден өткіземіз. Оның үстіне қопсытқышты салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін, осы массамыздың үстіне барлығын саламыз. Және де жақсылап венчикпен араластырамыз. Біздің массамыз осы видеода көрсетілгендей қатты сұйық та емес, қатты қою да емес болып шығу керек. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазының үстіне саламыз. Өздеріңіз қалаған формада пісіре берсеңіздер болады. Төртбұрышты немесе осындай менікіндей дөңгелек формамен пісірсеңіздер де болады. Барлығын жақсылап жайып шығамыз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және білмеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Қамырымыз піскеннен кейін үстіне қалаған соустарыңызды жақсаңыздар болады. Менде мұнда томат және майонез. Кейін үстіне қалаған салмаларыңызды салсаңыздар болады. Менде мұнда колбаса және сыр. Салмамызды салып болғаннан кейін 180 градуста 5 минутқа қызып тұрған пешке жібереміз. Сонымен біздің пиццамыз дайын. Ол өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Бізбен бірге дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоларымызға лайк басып, каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар.